Кадрия Тимирбулатова söylегеннен не пайда? Етек қойдан, елінді сыйырлардан не пайдадыр, иелер бассыз болса. Қазналардан иелген өкіметтен не пайдадыр, тағында дансыз болса. Ақыллыман дегенлерді не пайда, ақыл етіп тілгі күші етпесем. Мен юмартпан дегенлерді не пайда, юмартлығын жазықларға етпесем. Мен әдеммен дегеннен де не пайда, әдемшілік ішлерінде болмаса. Сүйемен деп қышқырғаннан не пайда, сүйегіне алал болып қалмаса. Ох, бұл сөздерден не пайда, айтқан сөзден ұланлар табылмаса. Бұл анттардан не пайдадың, антларым ер болғанның жүрегі ярылмаса. Сынық апас, бұл яшаудың басы, яшайғанның түз ниеті болмаса. Ялған дүния таслап кеткен инсаннан, сынтасынан басқа заты қалмаса. Кадрия Тимирбулатова «Анадың қартлығы». Қай заман қартайып үлгірдің, қартаймастай көрген анашым. Сүйініш күнлерде қоймасым, қайғылы күнлерде абашым. Не қайғы қасует ағартты, ағармастай көрген самайын. Анашым, аяулы анашым, қартлығын құрытта таңлайым. Ах, яшау, не yollarмын мені ертіп ераққа әкеттің. Мен қайтып келгенде, сен неге анамның қартлығын көрсеттің? Яғлаған жүректі аямман, ясырып юртыма келемін. Қартайған анамның яслығы менімен келгенін білемін. Көзлердің яуларын алғандай, қайдай мен өрлерге мінгемін. Аналар қартайтқан өрлерді анама келгенде білгемін. Ох, ялған дүния, ярқырап сөйлесен алдатып басымды. Тыңлайым мен сені, тыңлайым қартайған анамның қасында. Түзелмес деп тұрған ойлар да, түзелер бір-бірлеп бәрде. Қартайған анасын көргенде, қаңғысыр кіркейік бөріде. Мен Саусараш Шаматова, Черленные Буруны, Замир Акмурзаев атлы орта мектебінің 10-шы сынып оқушысы. Менің тамған бүгөжлі. Өзімнің атам Рамазан Шаматовтың «Мен ноғаймын» деген ятлауын ятлаймын. Мен ноғаймын. Ноғай елді ораза ай туғанмын. Ноғай миллет болғаныма өктемсіп, дүнияда миллетімді мақтаймын. Ноғайымда білімлісі аз туыл, ұсталықта басларымыз тас туыл, елімізде бәтеріміз yok туыл. Ақылымыз көп болмаса, кем туыл. Ноғай елім, еркін ноғай шөлімді, еш біреуге зиян етпей яшайды. Бақша бауман, мал өстіріп, тер шігіп, талапласып, өз қиынын ашайды. Бір-біріне болса ашу елімде, сосы ашу бұзды болып ірісін. Қолын беріп, алсын ноғай ноғайдың, сол арада ноғай тілі біріксін. Мен Бекмурзаева София, маға 9 яс. Мен тұқылым келе ауыл. Мен сізге болсындайым тынышлық деген, ятлауды айтпаш иемен. Қабға деген ол өлім, аналардың көз ясы. Қабға деген қан төгіп, халқын авыр қайғысы. Озып кетсін қайтпасқа, қара күнін бұлыты. Дұшпан уянған вақытта, қаттып қалсын абыды. Ер үстіне тынышлық, тамырласын шашылып. Оқу үзлеп ем құлық, болсын әдем яшауы. Дайым біздің балалар, қуанышлы яшасын.
Дайым көкте күн көзі, балаларға яйнасын. Амансыз ба? Мен Дилмамбетов Ильхан. Маға 6 яз. Мен сізге енім yazған ятауын аққым келеді. Ассалаумалейкум, ноғай халқым. Қайтарби уе. Ильхан менің атым. Салам беремін досы ТВ каналдан. Шо ерге Тереклі мектеп аудан. Мен ноғай деп ұқтысып. Дүнияға айтамын. Кері болса халқым үшін. Космоста ұшармын. Едігеден сөз ерен, мен ісімді сақламын. Атам-анам сенімін, сөз беремін ақламын. Амансыз ба? Менің атым Дилмамбетова Милана Қайтарбиевна. Маға 7 яз. Мен Тереклі мектеп авында яшаймын. Сізге Фазил Абдужалиловтың ятлауын айтқым келеді. Елім еді. Ер yüzünde yenettim. Мында едім. Менің үшкен себертім. Елім еді еркелегенкен ерім. Елім еді нәсіп бар деп білгенім. Елім еді ясын атқа ясылғым. Елім еді яйма шуақ яслығым. Елім еді кең төселген қырларым. Елім еді занырғанған yıllarım. Амансыз ба? Мен Ажгелдиева Азиза, Қарағас мектебінің 8 А кластың оқушысы. Менің тамқам Қыпшақ. Әлі мен сізге Сәлімет Майлыбаеваның Ноғай үйін деген ятлауын оқимын. Ноғай үйім, кішке елі қуысым. Әр күн сайын алға сайма кірмеге. Көп ойланып, еңгіл алып тынысым. Әрбір затты балам кімік сүймеге. Мұнда біздің озған шақтың өзегі. Әр затты еске салып тұрады. Қайда енді яшығын сол кесегі? Дертлі үйек шымтып алады. Міне бізді алдандырған асықлар. Ноғай түрді көп ойнадық оларман. Бұл кегізді анам тіккен оюлар. Шаймаған, арымаған құларман. Бұл ошақта өтпек пісті, ас қайнады. Темір әбік әрбір үйді бар еді. Бұл бесікті авам бізді шайқады. Ноғай үйді яшауымыз бал еді. Күнді көте ұшық банан ентарақ, сәбилерге соққан нешу еқлар. Елді мұтпа деген бар тақпақ. Бұрынғыды мұтпанғышы инсанлар. Ноғай үйім, күшке елі қуысым. Сен артықсың сау дүния байлықтан. Әрбір әдім мұнда келіп елінсін. Асыл сөзі қанды ортып тамырдан. Менің атым Отимисова Алтынай, тұқымым Тоғыншы. Маға 8 яз. Мен яшайым Қарасу ауылында. Ятлауы көріп тұрсын Мамбетовтың Ноғай шай. Бар инсанлар берекетін, неші түрлі атаған, үшіп тұрған асыларына қаумық шайды патаған. Сонда көпті айтқанларға қаным оттай ойнайды, нешелердің көк алтында. Біз ішкеміз ол шайды, біздің шайы ноғайлардың хабарымды бүтемін. Басқа көпті айтқанлардың шайын ішпей кетемін. Ажоратым болар 6 жасында, тұрам Тереклі мектепті, ұруым қазан құлақшақ. Яхе Құдайбердиев анам мені. Анам мені сүйгімле, дайым маға көрімле, ол қасында болғанда. Мен үзімді үйрекле, анам тұрса нұр север, менің ясылық болма, Тереклерді құш сарынар. Çolpan tuvattağında. Anam meni ayavlı, men onunla dayavlı. Tek uçunda, ege sözü, tek anamға bağысны. Ассаламу алейкум, менің атым Дидмухаметов Мансур Усанович, маға 11 яз. Мен яшаймын Ставропольда. Мен түркмен, Авлюмин.
Мен айтқым келеді анамдың тілінде ятлау. Муталип Кумуков. Туған тіл. Туған тілді бола мекен йоймаға? Туған тілді керек бізге сақлауға. Туған тілмен бесклер тербетілген, туған тілге сәбилер үйретілген. Туған тілмен аталар сөйлегенлер, туған тілмен явларды кешіргенлер. Туған тілмен дуа етіп оқылған, туған тілмен китаплар да yazылған. Туған тілді сақлағанлар ертеден, туған тілді yüreklerde көтерген. Туған тілді ұмытпасқа шалысайық, туған тілмен өмірлер біз яшайық.